Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эндемиялық зоб ауруы. Бүгінгі сабақта зоб ауруының себептерін, клиникалық белгілерін және де емін қарастыратын боламыз. Сабақтың мақсаты эндемиялық зоб ауруының себептерімен, клиникалық көріністері мен емдеу әдістерімен танысу. Эндемиялық зоб ауруы организмде йодтың жеткіліксіздігінен қалқан безінің көлемінің ұлғайып, оның қызметінің бұзылуымен сипатталатын ауру болып табылады. Алдағы суретте көріп тұрғандарыңыздай, зоб кезіндегі клиникалық өзгерістерді көруімізге болады. Дамуы азықпен, сумен организмге түскен йод асқазанда, ішектерде сорылып, ядиттер түрінде қанға түседі. Қан арқылы қалқан безіне келіп тотығады да йод молекуласын түзеді. Бұл процесс гипофиздің тиреотропты гормонының әсерінен жүреді де түзілген йод молекуласы қалқан безінде тироксин мен 3 йод тираниннің синтезіне қолданылады. Организмде йод ұзақ уақыт жеткіліксіз болғанда, оның орнын толтыру үшін гипофиз тиреотропты гормондарды да бөледі. Оның әсерінен қалқан безінде гиперплазия жүреді. Осының салдарынан оның көлемі мен салмағы ұлғаяды. Өлекседегі өзгерістер. Негізгі өзгерістер қалқан безінде болып табылады. Гистологиялық тексеруде паренхиматозды мүшелердің коллоидты түрлерін ажыратуымызға болады. Паренхиматозды түрінде без қоңыр қызғылт түсті, тығыз кескен жері суланып жылтырап тұрады. Ұсақ фолликулалар анықталады. Коллоидты түрінде без ісінген, сарғыш сұр немесе қоңыр түсті, кескенде ірі жартылай жарықтанған фолликулалар анықталады. Кейде безді кескен кезде әртүрлі көлемді қуыстарды, кисталарды байқауымызға болады. Аурудың ерекше белгілері: қалқан безі ұлғайған, сырты бұлдырланған, бөлшектенген. Сиырлар аласа, бет сүйектері ұзын, денесі созылыңқы болып келеді. Терісі құрғақ, қыртыстанған, уақытында түлемейді. Жақ сүйектерінің арасы ісінген, микседема пайда болады, сүтті аз береді, майлылығы төмен және де оның құрамында йод аз болып келеді. Бұзаулар қалқан безінің ұлғаюынан тұншығып, өліп кетуі мүмкін. Іш тасталған, өлі туған бұзауларда аллопеция құбылысы байқалады. Қойларда қалқан безінің ұлғаюы әртүрлі болып келеді. Ауру кейде рахитпен асқынады. Ісіктер пайда болады, малдың тәбеті бұзылады, бірінің жүнін бірі жалмап жейді. Пилобезуарлар түзіледі. Торайлардың көздері үлкейген, тахикардияны байқауымызға болады. Сезімталдығы жоғары, арық, дене қызуы төмендеген. Алдағы суреттерде зоб әртүрлі жануарларда эндемиялық зоб кезіндегі клиникалық өзгерістерді көруімізге болады. Аурудың барысы созылмалы, жіті түрі төлдерде бірнеше күннің ішінде өліммен аяқталады. Анықтау үшін өлекселердің биогеохимиялық құжаттарына, аурудың клиникалық белгілеріне, лабораториялық зерттеулердің нәтижелеріне, жануар аурулары туралы деректерге көңіл аударуымыз қажет. Емдеу үшін рациондағы йодтың мөлшерін қалпына келтіреміз. Қалыпты жағдайда 1 килограмм құрғақ затқа 0,2-0,6 миллиграмм йод келуі керек. Рационға йодталған тұз қосады. Сақтандыру шаралары йодты препараттарды, атап айтсақ кайод, амилоидин қолдану арқылы жүргізіледі. Емдеу рациондағы йодтың мөлшерін қалпына келтіріп, қалыпты жағдайда 1 килограмм құрғақ затқа 0,2-0,6 миллиграмм йод келу керек. Одан бөлек сидиминум плюс жануарларға арналған препаратын қолданамыз. Темір, йод, магний және де селен препараттарын қолданамыз. Жануарларға тері астына немесе бұлшық ет ішіне енгіземіз. Төлдегенге дейін 25-45 күн бұрын, лактация кезінде 15-20 мл нозада нетелдер мен сиырларға 1 рет береміз. Бұзауларға емдік дозасы дене салмағының 10 килограммна 2,5 мл құрайды. Бірақ басына бір басқа 10 мл-дан аспауы қажет. Профилактикалық дозасы дене салмағының 10 килограммна 1,5 мл болып табылады.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.